Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте бір керемет таңғы астың рецептісін ұсынғым келіп отыр. Өте дәмді, тез әрі қолжетімді заттардан жасалатын таңғы ас. Видеоның соңына дейін қарап, видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізге қажетті заттар сүт. Сүттің орнына айранды да пайдалануларыңызға болады. Сүтімнің үстіне 2 жұмыртқамды қосып араластырамын. Үстіне 1 шай қасық тұзымды салып, және үккіштен өткізілген сырымды қосып араластырамын. Сырдың кез келген қатты түрін пайдалансаңыздар болады. 1 шай қасық қопышытқышымды қосып, және ұнымды қоса отырып қамыр илеймін. Барлық қажетті заттардың өлшемдері видеоның астында описанияда көрсетілген. Егер де сіз таңертең тұрып қамыр илегіңіз келмесе, сіздер кешке жақын иле қойып, таңертең тек қана пісіріп алуға болады. Холодильникке қойсаңыздар, қамырыңыз бұзылмайды. Мінекей қамырым дайын болды. Қатты жұмсақ емес, қатты да емес. Енді осы қамырымды 10 минутқа демалдырып аламын. Мінекей 10 минут демалған қамырымды енді теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлікті домалақтап, қазір жаюға ыңғайлы қылдырып аламыз. Енді әрбір дөңгелекті кезек-кезек оқтаудың көмегіменен жаямыз. Жайғанда қатты жұқайы қылдырып емес, шамамен 6 мм-дей қалыңдықта жайып, өзіңізге ұнаған формада кесуге болады. Мен үшбұрыштап кестім, маған үшбұрыштап кескен ыңғайлырақ. Мінекей, енді осы отта тұрған табамызға кішкене май құйып, майымыз қызған кезде жаңағы бөлікке бөлінген қамырымызды салып, қақпақтың астында пісіреміз. Қызарғанда аударамыз. Мінекей біздің таңғы асымыз дайын. Енді әрбіреуін қағаз сүлгіге салып, артық майынан арылтып аламыз. Біздің таңғы ас дайын, тәлкеге қойып ұсынуларыңызға болады. Мен қаймақ қосып ұсындым, қаймақсыз да ұсынуға болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған арайлым. Ас болсын.